Саламатсыздар ма? Бейнеу ауданының тұрғындары, мен дәрігер Кадирова Светлана Жапарқызымын. 1984 жылдан бері осы аудандық ауруханада жұмыс жасадым. 2020 жылы зейнеткерлікке шықтым. 1984 жылдан бері осы Айтқұл Болысбаевичпен бірге жұмыстас болдым. Ол кісіден көп көмек алдық, көп жұмыстарын бәрін бірге жұмыстас болдық. Ол кісі өте білімді, сауатты, өз мамандығының иесі болды. Көп адамға жақсылығын аяған жоқ. Ол жаңағы бір рентгенді бір қарап диагнозды қоятын еді. Бірақ союздың кезінде көп адам өз ауруын мойындамай, туберкулез бәріңізге белгілі ғой енді. Қандай ауру екені, жұқпалы ауру, емделсе жазылып кететін ауру. Бірақ көп адам союздың кезінде жан-жаққа барып, Москваға, Украина, Алматыға, Ақтөбеге барып, сол жерден диагноздарын, сол диагнозбен өзімізге қайтып келетін еді. Осы Бейнеу ауданы ең шалғай аудан. Туберкулез ауруы өте көп болды. Сол кезде Алматыдан республикалық институттан, туберкулез институтынан көп дәрігерлер, профессорлар келіп, осы ауданға өздерінің флюора машиналарымен келіп, халықтың арасында көп жұмыс жасады, рентгенге түсірді. Сол кезде ағай сол бригадамен бірге жүріп, бірге жұмыс жасап, рентгенге түсіріп, көп науқастарды анықтап, ары қарай емін жалғастырды ол адамдар. Ол кезде компьютерлік томографиялық рентгендер жоқ болды, УЗИ аппараттары жоқ болды. Сол бір пленкамен қараған науқастардың сауабына қалды. 1997 жылы ауданымызда туберкулез ауруханасы ашылды. Оның ішінде ересектер, балалар бөлімшесі болды. Сол кезде қатаң аурулар өте көп болды. Консилиум болып, ақылдасып, сол науқастарды қалай емдейтін жөнінде ол кісі көп еңбегі сіңді. Көп адамдар жазылып шықты сол өздерінің дерттерінен. Сондай халыққа көп қызметін жасады ол кісі.